Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет және Шынардың арнасындасыздар. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Дәл осы 3D құрағын құрау үшін бізге 3 түсті мата қажет болады. Мендегі маталардың реті жасыл, қызыл және күрең қызыл түсті. Бұл құрақты құрауға керекті детальдарымызды қалдықсыз пішу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге екі негізгі деталімізді, мына қолымдағыдай қызыл мен жасылды, енді 14 сантиметрден ұзынан ұзақ кесіп дайындап аламыз. Одан кейін міне мен қойып жатқандай бірін үстіне бірін қойып, ортасына қоятын төрт бұрышымызды әртүрлі размерде, сізге қай размерде керек, сол размерде кесіп алсаңыз болады. Мінекей төрт бұрыш деп. Оны ортасына қойып, мінекей, содан мына көк мата жағына бір сызық, қызыл мата жағына төрт бұрыштығы бір сызық сызып аламыз. Сонымен екі негізгі детальдарымызды осылай бір үлгі жасап аламыз десек те болады. Одан кейін мына бұрышынан ана кішкентай қызыл бөлшектің бұрышына дейін қиямыз. Міне біздің 3D құрағымыздың басты суреті пайда болды десек те болады. Дәл осы детальдарды қазір ұзын-ұзын қылып қиып дайындап қойған матамыздың үстіне кезек-кезек қойып отырып, қалдықсыз әдемілеп сызып алып, қиып, бүкіл детальдарымызды дайындап шығамыз. Осы негізгі бөлшектерді дайындайтын лентамызды 10-12 метрге дейін бір-біріне қосып жалғап өтіктеп алсаңыз, өзіңіздің уақытыңызды үнемдейсіз және шатаспайсыз. Бір ескеретін нәрсе, осы ұзын лентаға жаңағы детальдарымызды қойып жатқан кезде мұқият болыңыз, екі деталь бір жаққа қарап қалмасын. Ол үшін дайындап алған лентамыздың өңі теріс қарап жатса, үлгіңізді теріс қоясыз, оң жатса, үлгіңізді де оң қоясыз. Видеодағыдай көріп тұрсыздар ма? Сонымен міне ең маңызды детальдарымыз қиып дайындап алдық. Осы негізгі детальдарымызды қосып тұратын төрт бұрышымыз, менде 8-8 сантиметрді керегінше қиып дайындап аламын. Міне бәрі дайын болды. Енді дайын болған бөлшектерімізді бір-біріне қосып тігеміз. Ол үшін мына төрт бұрышты тігілетін жағын 5 мм қалтырып отырып, екі жағын бекітіп тігеміз. Әр құрақты бір-біріне қосқан кезде бас аяғын бекітіп отырыңыз. Міне видеодағыдай қосып тігіп шығамыз бір-біріне. Жалпы осы бір көрпешеге еніне маған 4 квадратик, ұзындығына 10 квадратик кетті. Сонда осы бір көрпешеме ені 75 сантиметр, ұзындығы 2 метр көрпеге 40 осындай квадратик кетті. Достар, каналымда құрақ құраудан басқа тоқыма тоқу, ас мәзірі, гүл күтімі жайында әдемі видеоларым болады. Оларды жіберіп алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Осы негізгі бөлшектеріміз үш бұрыштарды қосып алдық. Соны бір үтіктеп алғанымыз дұрыс болады. Төрт бұрышты қосқанға дейін мінекей орталарын ашып, әдемілеп үтіктеп алыңыз. Артық жерлерін қиып, енді осыған әдемілеп жаңағы төрт бұрышымызды орналастырамыз. Мінекей ішке қарай тігеміз. Одан қызыл жағына қойып, қайырып отырып, әдемілеп екі жағын бекітіп тігуді ұмытпаңыз. Дәл осылай барлық төрт бұрыштарды осы үш бұрышқа қосып шығамыз. Сонымен негізгі құрағымыздың бір бөлшегі дайын болды. Енді осы дайын болған детальдарымызды әдемілеп отырып бірлес үтіктеп шығамыз. Төрт бұрышты қосқан жерімізді ортасын жарудың қажеті жоқ. Қай жағына қарай ыңғайы келеді, сол жаққа қарай өтіктеп шықсаңыз болады. Мінекей дайын болған
детальдарымыздың бәрін қанша ұзындықта, қандай көлемде керек, солай бірін біріне әдемілеп қосып шығамыз. Көрпешелеріңіздің әдемі көздің жауын алатындай шығуына тілекшімін. Алда осындай әдемі 3D құрақтарымды әлі де көптеп мастер-класс түсіріп салатын боламын. Жіберіп алмаңыз. Сонымен әр детальді бір-біріне өзара қосып шығамыз. Әр қосқан детальдарымызды ерінбей үтіктеп отырсақ әдемі шығатыны сөзсіз. Дәл осы құрақ түрін әртүрлі матадан да құрасаңыз әдемі көрінеді. Немесе жасыл жағын бір түсті қылдырып, қызыл жағын әртүрлі светтегі маталармен құрасаңыз да керемет әдемі көрінеді. Енді ерінбей әдемілеп, күштілеп үтіктеп аламыз да, осы 4-1 детальді қосқан түрін дайын тұрған көрпешемнің үстіне қойып көрсетейін. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видео бізде 2 түсті ғана матадан 3D құрағын құрайтын боламыз. Күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше. Мінекей дайын болды.